Орман неткен керемет, табиғат тамаша екен. Неге тастадың қоқысты? Иә, бірақ бізді мұнда ешкім көрмейді. Не камера жоқ, қоқыс тастасақ та ешкім көрмейді ғой. Осы адамдар ма? Келіп барлығын қоқытып қоқыс тастап кетіпті. Тіпті жинамаған. Иә, бұны тоқтатпасам ертең тағы да шашып кетеді. Мүмкін бұл адамдарды қорқыту керек шығар. Аюға айтып берейік. Жоқ шыққан, онда біздің халіміз одан да нашарлайды. Бұны тоқтатуымыз керек. Адамдар өз қателіктерін түсінетіндей бірдеңе жасау керек. Олай болса көгершінге айтайық. Көгершін, сен ормандағы атаға барып барлығын түсіндіріп берші. Мына көгершіндерге не болды екен? Тыным таппай кетті ғой. Не болсын дейсің? Айналаның бәрі қоқыс. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ассалам ағам. Бұл қоқыстарды сендер ме шашқан? Иә ата, мені шашқан, кешіріңіз. Енді қазір жинап кетем қоқыстарды. Жануарлар мен өсімдіктердің мекендейтін орнын ластауға болмайды. Иә балалар, аталарың дұрыс айтады. Мен сендерге орман туралы мәліметтер айтайын. Иә, айтып беріңіз. Ормандар жер бетіндегі ең бай және ең маңызды экожүйелердің бірі. Олар табиғаттың жасыл жүрегі, оттегінің басты көзі және көптеген жануарлардың мекені болып табылады. Жер шарының шамамен 31%-ін ормандар алып жатыр. Ормандарда жердегі барлық тірі организмдердің 81%-ын мекендейді. Дүниежүзілік ормандар 300 миллиард ағашты қамтамасыз етуде. Ормандар әлемдегі судың 75%-ын сақтайды және суды сүзеді. Ормандар жойылуы мүмкін. Сондықтан біз оларды дұрыстап қарауымыз керек.